Dostlar, bugün sizlerмен telefondan etsika ключін ашамыз. Игоға кіреміз, профилді басамыз, мына жерден etsika дегенді басамыз, жалғастыруды басамыз. Сосын мына жерге өзіміздің қолданып жүрген нөмірімізді жазамыз. Сізге код келеді. Сол кодты мына жерге разрешить деп басып жіберіңіздер. Өтпесем жазыңыздар. Және маған тіркеліп, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Еңбегімді бағалаңыздар. Сосын мына жерге фотоға түсіреміз. Жанынан, алдынан жақындатып алыстатып түсіреміз. Жоғарыға паспортымыздың арқасында 9 цифры бар. Сол цифры жазамыз. Астына туған күніміз, айымыз, жылымызды жазамыз. Сосын мына жерге құпия сөзі енгіземіз. Цифрмен әріппен енгіземіз бұл жерге. Сосын астына емайлды жазамыз, өзіміздікін. Емайлды жазып, сохранить, не сохранить десеңіздер де болады. Өздеріңіз білесіздер. Жалғастыруды басамыз. Мына жерге әркім кіре бермеу үшін, кіріп көре бермеу үшін қойып қоясыздар. Сіздерге мынандай SMS келеді, қоңыраушадан. Қоңыраушада SMS тұрады. Кіріп қарасаңыздар, профилда менің etsикам деп көрініп тұр. Достар, маған лайк басып, подписаться етіп, кейінгі видеоларымды көріңіздер.